Қайырлы күн қыздар, бүгін біз осылай тарталеткаларды жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен бізге 270 грамм ұн, 150 грамм сары май, 100 грамм сахарная пудра, 10 грамм разрыхлитель және бір жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен сары май теркадан өткізіп аламыз. Сары май тоңазытқыштан шығуы қажет, еріп тұрған болмау керек. Енді барлығын ұнмен бірге араластырып аламыз. Қолмен емес, осылай миксермен араластырамыз. Араластырып болып сахарный пудра қосамыз, 10 грамм разрыхлитель және барлығын бірге араластырамыз. Сосын бір жұмыртқаны қосып жеріп, тағы да барлығын миксермен айналдыратын боламыз. Миксердің көмегімен араластырып болып, барлығын қолмен араластыратын боламыз. Қамыр күйге енгенге дейін тез араластырамыз, өйткені қолдың температурасында ішіндегі сары май еріп кетуі мүмкін. Барлығын қамыр күйге енгізіп, пищевой пленкамен жауып, морозилкаға 2 сағатқа жібереміз. Біз морозилкадан алып шықтық, енді бізге тарталетка үшін осындай формалар қажет болады. Осылай кішкене кусоктап кесіп алып, жан-жағына осылай жабыстырып шығамыз. Еш қиындығы жоқ бұның. Қалғандарын шетіндегі пышақпен кесіп тастаймыз. Және осындай формочкасындағында осылай тура осылай саламыз, шет-шетін кесеміз. Бұнда еш қиындығы жоқ. Сосын тарталеткаларды осылай вилкамен тесіп шығып, морозилкаға 15 минутқа жібереміз. Духовка 180 градуста қызып тұрады. Сода осылай пісіріп шықтық. Біз морозилкадан алып шығып духовкаға салдық. Осылай 20-30 минутта пісіп шықты. Енді біз кремін жасайтын болсақ, ең алдымен бізге 50 грамм творожный сыр, 50 грамм клубника, 30 грамм сахарная пудра, 50 грамм сливки қажет. Және барлығын болғанда клубника мен сахарная пудраны блендерда майдалап аламыз. Енді барлығын бос ыдысқа салып аламыз. Оған крем чизді салып, барлығын миксердің көмегімен айналдырамыз. Барлығы араласып болған соң сливки құятын боламыз. Сливки де құйып, барлығын кішкене қою болғанға дейін араластырамыз. Менде насатканың номері 126, барлығын осылай мешокқа салып алып, осылай видеодағындай кремді құйып шығатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша құйсаңыздар болады кремді. Енді біз шоколадный крем дайындайтын боламыз. Оған 70 грамм крем чиз, 30 грамм сахарный пудра, 70 грамм сливки және 15 грамм какао қажет. Ең алдымен крем чизбенен сахарный пудраны бірге араластырып аламыз. Жақсылап араласқан соң сливки құямыз. Енді бұлар қоюланған кезінде какаоны қосып, жақсылап араластырамыз. Бізде шоколадный крем осымен дайын. Насатканың номер 126, мешокқа осылай саламыз. Және клубничный кремді жаққандай осылай тарталеткаға құйып шығамыз. Және мен 9F деген насаткаға кремді ауыстырып алдым. Өйткені осындай узор жасағым келді. Кремді осылай құйғым келді. Сіздер де қалаған насаткамен құйсаңыздар болады. Осымен бізде тарталетка дайын болды. Енді оформлять етеміз. Менде клубника және арахис. Және бетіне кішкене сахарный пудра сеуіп жібереміз. Осымен бізде тарталетка дайын болды.